Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түбірлес сөздер. Біз сендермен өткен сабақта түбірлес сөздердің қалай жасалатынын білген болатынбыз. Бүгінгі сабақта негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы түбірлес сөздердің мағынасын ажыратасыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырасыңдар және жауап бересіңдер. Берілген сөздерді оқиық. Бұл сөздердің ішіндегі артық сөзді тауып көріңдер. Және ол неге артық? Түсіндіріңдер. Еңбек, еңбекқор, бейнетқор, еңбекші. Бұл сөздердің ішіндегі артық сөз бейнетқор. Ал қалған сөздер еңбек, еңбекқор, еңбекші. Бұлар түбірлес сөздер. Келесі сөздер тәрбие, тәрбиеші, тәлімгер, тәрбиелі. Бұл сөздердің ішіндегі артық сөз тәлімгер. Қалған сөздер түбірлес сөздер. Қанекей, бұл сөздерді сөз құрамына талдайық. Еңбек, еңбекқор сөзінің түбірі еңбек, қор, жұрнақ. Еңбекші сөзінің түбірі еңбек, ші, жұрнақ. Келесі, тәрбие, түбірі тәрбие, тәрбиеші сөзіндегі түбір тәрбие, ші, жұрнақ. Тәрбиелі сөзіндегі түбірі тәрбие, лі, жұрнақ. Берілген мәтінді мұқият тыңдаңдар. Ертеде ағашты тұрмыс пен шаруашылыққа жарамдылығына қарай отындық, кәделік ағаш деп екі топқа бөлген. Шеберлер ағаштан әртүрлі бұйымдар жасап, кәдеге жаратқан. Ағашты кескен кезде сүрегіндегі шеңберлердің санына қарап, жасын анықтайды. Олар жасына қарай мынадай түрлерге бөлінеді. Балғын, жас, толық өсіп жетілмеген, толық өсіп жетілген, көп тұрып қалған ағаштар. Балғын, жас ағаштарды кесуге қазақтар көктей соласың деп тыйым салады. Кәрі, қураған ағаштар ғана кесіледі. Мұндай ағаштар отынға пайдаланылады. Балалар, мәтіндегі жұлдызшамен берілген жаңа сөздердің мағынасын оқулығымыздың соңғы бетіндегі сөздіктен қарап біліп алайық. Бірге оқиық. Отындық ағаш, отынға жарайтын ағаш. Кәделік ағаш, кәдеге іске жарайтын ағаш. Сүрек, ағаш тіңінің қабық пен өзек арасындағы қалың қабаты. Балғын, әлі өсіп жетілмеген балауса өсімдік. Жас, балауса, сүйкімді, нәзік. Көктей солу, жастай өлу, қыршынынан қиылу. Бұл сөздердің мағынасын естеріңе сақтаңдар. Енді мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Ертеде ағаштарды не себепті отындық, кәделік деп бөлген? Себебі тұрмыс пен шаруашылыққа пайдаланған. Ағаштың жасын қалай анықтаған? Ағаштың жасын сүрегіндегі шеңберлердің санына қарай анықтаған. Қандай ағаштарды отынға пайдаланады? Қураған ағаштарды отынға пайдаланады. Балалар, табиғатта ерекше киелі ағаштар бар екен. Ендеше киелі ағаштар туралы бейнематериалға назар аударыңдар. Ағаштар. Олардан біз ауа, тамақ, жылу мен қорғаныс сынды өмір нәрін сусындаймыз. Жүздеген жылдар бұрын адамдар орман алыптарын күнкөрістің қайнар көзі санап қана қоймай, ағаштарға діни және тылсым қасиеттерді теліп отырған. Арийлер, скандинавтар, славяндар және басқа да халықтар оларды тіпті құдайдай қастерлеген.
Бүгінде ағаштар адамзат баласының ең жақын әрі қол жетімді және де толығымен зерттелген қорларының бір саналады. Алайда кейде ағаштардың алып та сесті ұшар бастары мен кестелі бұталары жасырған адамзатқа беймәлім талай жұмбақтарды кездестіруге болады. Тарихы терең Бахрейн мемлекетінде шақырайған күннің астында құмды далада өзінің шын мәнде таңғажайып табандылығы мен өміршеңдігі үшін өмір ағашы атанған алып мескит дарағы 400 жылдан астам уақыт бойы өсіп жайқалып тұр. Ал Йемендегі Саккот аралында ғаламат айдахар ағаш бар. Оның алқызыл шырыны жергілікті тұрғындардың талай дертіне шипа болды. Өзінің жасымен, түр сипатымен және керемет қасиеттерімен таңдай қақтыратын өсімдік дүниесінің ерек өкілдері әлемнің түкпір-түкпірінде жетерлік. Көптеген таңғажайып хикаялар, аңыздар мен риуаяттарға арқау болған дарақ Қазақстанда да бар. Бейнематериалдағы ақпарат сендерге қызықты болды деп ойлаймын. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Балалар, біздерге түбір сөздер берілген. Осы түбір сөздерге жұрнақтар жалғау арқылы түбірлес сөздер жасаңдаршы. Сыйлы, балажан, балалық, егін, сыйлық, балақай, егінші, сыйлау, егіндік. Мұнда сендердің назарларыңды ег сөзіне аударғым келіп отыр. Егер к дыбысынан кейін дауысты дыбыс келетін болса, онда к дыбысы г дыбысына айналады. Егін, егінші, егіндік. Естеріңе сақтаңдар. Берілген егіннің бастары өлеңін бірге оқиық. Бір адам жас баласын жанына алды. Екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып әрі-бері жүрді дағы, егінші егін еккен жерге барды. Аралап әр егінді қарап жүрді. Кезеді пісіп тұрған егін түрі. Бастарын дәнге толған төмен салып, бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Өлеңдегі түбірлес сөздерді тауып көріңдерші. Егінші, егін сөздері, еккен. Бұл сөздердің ортақ түбірі қандай? Ек түбірі екен. Ал енді балалар, сұрақтарға жауап беріңдер. Күн мен түн теңелетін кез 22 наурыз күні. Ең ұзақ күн қашан болады? 22 шілде. Ең ұзақ түн қашан болады? 22 желтоқсан. Бір жылда неше күн бар? 365 күн бар. Балалар, бүгінгі сабақта нені үйрендіңдер? Негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы түбірлес сөздердің мағынасына жұраттыңдар. Мәтін бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарға жауап бердіңдер. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.